тарихи көкжиегі өте кең. Ол тұңғыш қазақ хандығы құрылған уақыт межесімен ғана шектеліп қалмайды. Ежелгі қазақ даласында алғашқы мемлекеттік құрылымдар жаңа дәуірдің басында пайда болған. Сақ, Үйсін, Қаңлы, көне түріктер, Тұмар, Ел-жау би, Момын, Естемі, Күлтегін сияқты дана билеушілер 12 ғасырда Дешті Қыпшақ деп аталған Дархан даланың шежіресінде терең із қалдырды. Шыңғысхан жаушылығынан кейін Дешті Қыпшақ жері оның 4 ұлына бөлініп берілді. Үлкен ұлы Жошының аумағы Жошы ұлысы деп аталды. Дешті Қыпшақтың шығыс бөлігінің сол қанатын Жошының ұлдары Орда Ежен мен Шайбани басқарды. Кейінірек тіл, салт дәстүрлері ортақ жергілікті тайпалар бұл жерді Ақ Орда деп атаған. Дешті Қыпшақтың батый басқарған түстік бөлігі Алтын Орда деп аталды. Батый мен оның ұрпақтары Ақ Орданың тәуелсіздігін мойындамай, оны өздеріне бағындыруға тырысты. 14 ғасырдың екінші жартысында Ақ Орда Алтын Ордадан бір жола бөлініп шықты. 1327-1328 жылдары Ақ Орданың астанасы Сығанақта алтын тиындар соғыла бастады. Қазақстанның орталық, батыс, солтүстік аудандары дербес иеліктерге айналды. Ақ Орданың тарихы, оның ішкі және сыртқы саясатының даму жолдары бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші кезең Ақ Орданың тәуелсіздік үшін күресі және Алтын Ордадан бөлініп шығуы. Екінші кезең Алтын Орданың Ақ Орданың ішкі істеріне араласуы. Бірақ бұл қарсыластық көшпелі мемлекеттер үшін ұзақты табиғи құлдырау кезеңі болды. Үшінші кезең Ақ Орда билеушісі Орыс хан мен оның ұрпақтарының Орта Азиялық билеушілерге қарсы күресі. Ақ Орда билігі Шыңғыс ханнан тараған хан сұлтандарға әкеден балаға мирасқорлықпен өтіп отырған. Шыңғыс хан тұқымы хан кеңесінің құрамындағы ру тайпа көсемдері әмірлер мен бектерге, бай мен билерге арқа сүйеген. Ханның кеңесшілері оның уәзірлері болған. Жылына бір рет жазда бүкіл ру тайпалардың ақсүйектері құрылтайға шақырылып, онда мемлекеттің ішкі және сыртқы ахуалы қарастырылған. Қарапайым адамдар құрылтайға кірмейтін болған. Ондай адамдарды қарашалар деп атаған. Ақ Орда халқын қыпшақтар, наймандар, үйсіндер, қоңыраттар, қарлұқтар, керейлер және басқа да тайпалар құраған. Бұл тайпалар этникалық құрамы, тілі, шаруашылығы, салт дәстүрлері және көне тарихы жағынан ұқсас болған. Нәтижесінде 15 ғасырда қазақ хандығы құрылып, қазақ халқы қалыптасты. Соғыстан әбден қажыған халық бейбіт өмірге ұмтылды. Қалалар қалпына келтіріліп, шаруашылық пен қолөнер дамып, сауда саттық өркендеді. Қазақ хандығының құрылуы тарихи міндеттерді атқарды. Этникалық мекен қалпына келтірілді. Халықтың қауіпсіздігі мен әл-ауқаты қамтамасыз етілді. Тәуелсіз ішкі және сыртқы саясат жүргізілді. Қандай да қиын қыстау замандарда қазақтар ешқашан туған даласын тастап кетпеген және ұлттық мемлекетін сақтап қалуға тырысқан.